Япырмай, мына кісінің образын қараңыздаршы. Мына кісі қазақша. Мына сіздікі қандай? Қытайский бол. Қытай ма? Қытайға емес ана. Басымды алыңызшы, әміршім дейтін адамға ұқсап тұрсыз. Масайықшы. Көркі сұрақ. Киша, жәндек біз сүрші. В общем, достар, бүгін бізде осындай мерекелік эфир болады. Әркім әртүрлі ұлттың киімімен шығады. Көріңіздер, 14.30-да Евразия арнасы қосылуы болсын, бір қызық болатын сияқты. Достар, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін мейрам құтты болсын. Енді мына әдемі. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? 1 мамыр халықаралық бірлік күні құтты болсын. Осындай қазақша киімдермен, мына киімдер, әжеттер осындай қазақша киімдермен жан. Ой! Ал баршаңызға қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Сіздерді 1 мамыр бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстанның шеңберінде көп ұлтты мемлекет болып, бір шаңырақ астында берекелі тату-тәтті ғұмыр сүріп, және сол татулығымыз мәңгі болсын деген ниетпен баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Бүгін эфирде өте көп қызықтар болады. 14.30-да Евразия каналы қосылу болсын достар. Тағы да мереке құтты болсын. Қалмай, Индира. Жақсы, рахмет. Қалысың, әжептәуір бар екен ғой? Иә, рахмет көп. Тырыстым. Жапон киім киіп шықтым бүгін. Бірлігіңіз мықты болсын, 1000 жылдық болсын. Папа, ана фортепианода ойнайын деп қалды. Али неге алғашқы кездесуді футболға алып баруға болмайды деп? Енді Сен де өз үміткерін алып барған жоқсың? Жоқ, алып бардым ғой. Бірінші рет қызды футболға алып бара жатырмын ше. Енді қыздан сұрады, футболға қызығасың ба деп, футболға қызығасың ба деп ше. Ну, нормально деді. Сосын давай кеттік дедім, короче. Біз футбол бітейін деп жатқанда бардық, короче, 15 минут. Сен де болдың иә сол жерде? Андай ғой, қыз баласы негізі бір қандай өнерлерің бар жалпы біз білмейтін, халық білмейтін? Фортепианода ойнаймын, өзім 5 жыл қатысқан болатын музыкальный школаға. Және де бір ай домбырада ойнаған. Мен Жапон образайсың. Тағы да күшті әндер күтеміз өзіңнен. Иә, рахмет көп. танысып бір 2-3 ай жүргеннен кейін барып футболға алып барсаң, екеуің бір-бірлерін түсінесіңдер да. Ал енді алғашқы кездесуде алып барған өте. Оған байланысты емес, егер де екі тарапта екеуің бір-бірлерін түсінбейтін болсаңдар, екеуіңде байланыс болмаса, ол қойшы. Екі тарапта. Онда неге алып бардың сен? А? Мен де кішігірім енді жаңа айтып отыр. Қазір екі тараптан да егер тартылыс болатын болса, қай жерге барсаң да бәрібір ол маңызды емес.